Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бар жоғы 5-10 минутта дайын болатын және үйдегі бар қарапайым заттардан жасалынатын ең дәмді салаттың рецептін ұсынғым келеді. Бұл салатты күнделікті кешкі асқа, түскі асқа жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығатын салаттардың бірі. Ең алдымен қиярымызды дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Қиярымызды турап болғаннан соң қызанағымызды да дәл осылай видеодағыдай турап алатын боламыз. Егер сіздердің қолданып жатқан қызанағыңыздың суы көп болатын болса, яғни сулы қызанақ болатын болса, суын пышақпен кесіп алып тастасаңыздар болады. Келесі кезекте салатымызға піскен жұмыртқамызды турап саламыз. Алдын ала жұмыртқамды пісіріп дайындап қойдым. Оны да осы видеодағыдай етіп кесіп салатымызға қосамыз. Барлығын турап болғаннан соң салатымыздың дәміне қарай тұз саламыз және де бір ас қасық майонез саламыз. Бір ас қасықтан көп салудың қажеті жоқ. Бір қасық жеткілікті, жақсылап араластырамыз. Содан соң өзімізге ыңғайлы тарелкамызға саламыз. Салатымыз өте тез дайындалады және де өте дәмді болып шығады. Барлық тамақтармен үйлесетін ең дәмді салаттардың бірі. Салатымызды тарелкамызға салып болғаннан соң осындай көк жуанмен бетін әсемдесеңіздер болады. Әрине ол өз қалауларыңызға байланысты. Мен көк жуанмен осылай әсемдеп шығатын боламын. Достар, көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын, тез-ақ дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.